Ассалаумалейкум достар. UFC жауынгері Нил Магни шапқатпен болатын жекпе-жегі жайлы өзінің ойын білдірді. Мен жеңілмеген жауынгерлермен бірінші рет шығып жатқан жоқпын. UFC деңгейінде ең жоғары деңгейде бәсекелес болу үшін не қажет екенін білемін. Ол жерге барып, шапқатқа керемет жекпе-жек өткізетініме күмәнім жоқ. Мен жас жеңілмейтін жауынгермен жекпе-жек өткізетініме қуаныштымын. Ол өте жан-жақты күрескер. Егер ол жеңілмейтін болса, онда себептер бар. Он немесе одан да көп жекпе-жекте жеңілмейтін жігіттер ерекше болып келеді. Әмбебап күрескер ретінде ол жақсы, бірақ оның қажетті дағдылары бар ма? UFC-дің үздік 5 күрескерімен бәсекелесу үшін. Мен бұл сұраққа жауап беру үшін келдім. Мен шығып, оның рекордын 15-те 1 жасаймын. Оның бейне кескіштерін қарап отырып, мен әлсіз жақтарын байқамадым. Бірақ қандай дағдылар бар екенін білемін. Және оларды ұрыста көрсете алатынымды, не істейтінімді нақты білемін. Мен сол жекпе-жек кешін асыға күтудемін.